келінім жұмыс істегісі келмейді, қарыз сұрауды әдетке айландырды. Бұрын беретінмін, қазір бермеймін, бірақ өзімді кінәлі сезінемін. Жоқ, сенікі дұрыс. Өзі ереже бар. Ақша сұраған адамға дейді, ақша берме, қармақ бер дейді. Қармақ ағаш бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға біреу келіп осылай сұрағанда бергел бер деді. Шақырып алып қасына отырғызды, балталдырды, балтаны саптады, айтты, анау ағаштан, орманнан ағаш алып кел жауып деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шауып, сап жасады да қолына берді. Бұл не деді? Бұл балта деді. Не істейсің? Анау орманға барасың да деді. Құрмалар жауып, отын қып, кесіп, соны сатасың да бала шағаңды асырайсың деді. Маған бер деп отыра берсең, Аллах Тағала саған Алланың беруі жетеді, бірақ бергені сол болады. Сәл әрекет ету керек. Мәриям анамыздың өзіне талды қимылдатып құрма жедеді. Демек, адам қимылдау керек. Бұл денсаулыққа да пайдалы, және мына кішкене тер төксең, жақсырақ болады. Жаңағы тойда жақыны билеу үшін, Ғаділбек жаңа отыр ғой бауырым, тойда сіздер билету үшін тері шыққанша өлең айтады. Сен терің шыққанша билейсің, тері тек біліп тұр. Өлең айтсаң да жаның жеп айтасың дегендей, жаның жеп жасайды, ол оңай таппайды ол ақшаны. Онда мынандай еңбегі тола оның. Сол сияқты ғой. Сондықтан адам еңбек етсе, ол дұрыс болады. Ал енді бүйтіп жата берсең, жаңағы анау бір молдадан сұрапты ғой, күніне 100 мың теңге түсіретін дұға бар ма десе, молда айтыпты, жоқ ондай дұға. Бар болса мен саған айтпайтын едім депті. Вообще мен осы жерде отырмайтын едім депті. Инстаграмда отырады екен ол да. Инстаграмда отырмайтын едім депті. Не қыламыз? 100 мыңды алып жата бермеймін ба деген екен баяғыда біреу. Анам жалғыз, әйеліммен сыйыспай жатыр, сондықтан бөлек шығып, әйеліммен бөлек тұрып, анама келіп кетсем бола ма? Сізге бір оқиға есіме түсіп тұр. Ерте уақыттарда бір уақиға айтылады. Бір адам жол жүріп келе жатып, бір құмыра тауып алады. Құмыраның ішін бітеп, шығып ашып қараса, бір алтын теңге бар екен. Бір алтын теңге бар екен, қуанып кетеді. Осы бір алтын теңгеге анама сүт әперіп, бір көңілін көтерейін деп, ойлап дұға жасайды, разы болады. Сол кезде қолындағы құмыра салдыр ете түседі. Ашып қараса, еңкейіп ішінен өңіліп, қолын салып қараса, 9 алтын қосылып, 10 алтын болып тұр екен, 10 алтын теңге болған екен. 10 алтын теңгені алып және қуанады. Ей Құдайға шүкір, осы анамды қашанғы сүтпен тойдыра берем, бір сиыр алайын. Содан кейін сол сиырды сауып, күнде анама қасында тұрып сүт берейін деп ниет қылған кезде, қолындағы құмырасы және салдыр ете түседі. Қолын салып қаласа, жартысына дейін алтын тауып қалған екен. Ей Құдайым, өзіңе шүкір еттім, тоба еттім. Анамның үйі салқын еді, аяғынан сыз өтетін еді. Үйді ремонттап, бір жақсы халге жеткізіп қояйын деген кезде тағы салдыр етті, жартысынан аса түсті. Қараса, жартысынан асқан толы алтын екен. Әйеліммен анам сыйыспай жүреді. Бір жаңа үй алайын, сол әйелімді бөліп шығарайын, өзім әйеліммен бөлек тұрайын, сөйтіп анда-санда анама келіп, жағдайын сұрап тұрайын, анам сол ескі үйінде тұра берсін деген кезде құмыра даңғыр ете қалды. Не даңғыр етті екен деп қараса, әлгі құмыраның ішіндегі жарты алтыннан көп алтын бір-ақ алтынға түсіп қалған екен. Сондықтан, құрметті ағайын, дүниеңіз берекелі болсын десеңіз, анаңызбен, әкеңізбен тұрыңыз.